Алдымен бағыттаушы дөңгелекті жинаудан бастаймыз. Ол үшін дөңгелекті алып, оны 2 болтпен бекітеміз. Келесі кезекте 2 негізгі дөңгелекті жинаймыз. Ол үшін дөңгелекті алып, протектордың бағытына және ниппельдің орналасуына назар аударамыз. Протектор алға қарай бағытталу керек, ал ниппель сыртқы жағында болуы тиіс. Содан кейін күпшекті дискінің тесігіне орналастырып, болттарды салып, оларды қатайтып бекітеміз. Екінші кезең – сошникті орнату. Сошниктің бекітпесін саусақты бекіткіштермен бекітеміз. Содан кейін сошникті қажетті биіктікке орнатамыз. Сондай-ақ болтты енгізіп шпилентпен бекітеміз. Енді дөңгелектерді орнатуға болады. Ыңғайлы болу үшін мотоблокты сәл еңкейтеміз. Дөңгелек протекторының суреті мотоблоктың қозғалыс бағытына қарай бағытталуы керек екенін ұмытпаңыз. Дөңгелектерді саусақты бекіткіштермен бекітеміз. Қанаттарды жинау. Ол үшін бұрыштық тіректерді, яғни қанаттар бекітілетін планкаларды аламыз да, оларды болттар мен гайкалардың көмегімен мотоблок рамасына уақытша бекітеміз. Содан кейін қанатты орнына қойып көріп, планкалардың орналасуын реттейміз. Одан кейін барлық гайкаларды толық қатайтып бекітеміз. Дәл сол ретпен екінші қанатты бекітеміз. Енді рульді жинауға көшеміз. Мотоблоктан 4 болтты шешеміз. Рульдің тіреуішін мотоблокқа орнатып, оны 4 болтпен бекітеміз. Кейін тіреуішке рульді орналастырып, болтты саламыз. Содан кейін беріліс ауыстыру тетігін енгізіп бекітеміз. Және бейнеде көрсетілгендей тұтқаны төменгі жағынан шпилентпен бекітеміз. Тексеру үшін берілістерді ауыстырамыз. Шайбаны ұмытпаймыз, және рульді қысқыш гайкамен қатайтамыз. Соңғы рет қатайтпас бұрын, жұмысқа ыңғайлы болу үшін рульдің қажетті биіктігін реттеп аламыз. Одан кейін беріліс ауыстыру тетігін орнатып, оны да шайбамен бірге бекітеміз. Келесі кезең – тростарды орнату. Фильтрді ажыратып, бірінші тросты бейнеде көрсетілгендей бекітеміз. Содан кейін фильтрді қайта орнатамыз. Серіппені алып, оның бір ұшын айналма роликке бекітеміз. Содан кейін серіппенің екінші ұшын тросқа іліп, тросты көреміз. Бекітуді ұмытпаймыз. Содан кейін үшінші тросты да екінші сияқты ретпен орнатамыз. Бекітуді ұмытпаймыз. Дайын тростың жүрісін тексереміз.
Келесі кезең: белдіктерге арналған қорғанысты орнату. Қорғанысты алып, оны 2 болтпен бекітеміз. Қосу батырмасын рөлдің сол жағына қосамыз. Жерге қосу клеммасын қозғалтқыш корпусына бекітеміз. Май деңгейі датчигінің сымын разъемға енгіземіз. Сымды және 3 тросты пайдалану кезінде кедергі болмас үшін пластик бекіткішпен бекітеміз. Мотоблок жиналды, енді фрезаларды жинау қалды. Келесі кезең: фрезаларды жинау. Мотоблоктың фрезалары жартылай оське айналу бағытын ескере отырып жиналады. Пышақтың кесетін қыры агрегаттың қозғалыс бағытына қарай, яғни алға қарап тұру керек. Бұл пышақтың топыраққа оңай енуіне және оны тиімді кесуіне мүмкіндік береді. Пышақтар спираль тәрізді орналасып, соның арқасында қозғалтқышқа түсетін жүктеме біркелкі бөлінеді. Сол және оң жақ бөліктер айна тәрізді жиналады. Бұл мотоблоктың тұрақтылығын қамтамасыз етіп, техниканың бір жаққа тартуын болдырмайды. Фрезалар дұрыс жиналған жағдайда, олар топыраққа тереңірек еніп, культивация сапасы артады және оператордың жұмысы айтарлықтай жеңілдейді. Осылайша мотоблокты жинау аяқталды. Фрезалардың бір жағын жинап болған соң, дөңгелекті шешеміз. Ол үшін шплинт пен саусақты аламыз. Және дәл сол ретпен фрезаларды орнатамыз. Культиватор жиналды, барлық нұсқаулықтарды сақтаңыз.